Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қарақатты пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін керекті заттардың бәрін дайындап алдым. Бізге керегі қарақат, енді міне салмасына саламыз. Қатырылған қарақат, творог, сүзбелі ірімшік, жұмыртқа, қаймақ, ұн, қант, май, қамыр қопсытқыш. Ең алдымен қамырымызды дайындалып аламыз. Ол үшін бізге електен өткізілген ұн керек. Ұнға разрыхлителімізді қосып аламыз. Оған 50 грамм қантымызды қосамыз. Үй температурасында тұрған сары майымыз. Одан соң бір жұмыртқамызды қосамыз. Осылардың бәрін салып қамыр илейміз. Кішкене шым-шым тұз қосамыз. Енді осының бәрін қосып қамыр илейміз. Осындай ұсақ қамыр шығады. Енді қамырымызды алып тоңазытқышқа кішкене салып қоямыз. Оған дейін салмамызды дайындап аламыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Ол үшін біз 100 грамм қарақатымызды салып аламыз. Менде замороженный. Осылай замороженный түрінде салсаңыздар да болады, сосын блендермен езесіздер. Не болмаса осы 100 грамм қарақатыңызды қант қосып, кішкене отта қойып алсаңыздар да болады. Ең алдымен смородинімізге кішкене қант салып, блендермен еземіз. Бізде осындай пюре шықты. Енді осыған творогымызды қосамыз. Қаймақ 250 грамм творог, 250 грамм қаймақ. Просто 500 грамм қаймақпен ғана істеуге болады. Енді менде мына жұмыртқа С1-1, сондықтан 4 қосамын. Егер отборный премиум класс болатын болса, онда 3 қосасыздар. Енді мынадай формамызды алып, оған пергамент қағазын төсейміз. Тоңазытқыштағы қамырымызды алып, формаға қоямыз. Шектеріне қарай жаямыз, бұлай түнін жұқа қылып, сосын мынандай бортиктер жасаймыз. Қай жерінде қалыңдау қамыр, соны жұқарақ жағына қарай ығыстырып отырамыз былай. Не болмаса, ең бірінші бортиктерді жасап алсаңыздар болады, содан кейін барып астыңғы қамырын жаясыздар. Қалған қамырымен. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай істесеңіздер болады.
Енді салмамызды құямыз. Üstüne смородинадан салсаңыздар да болады. Орчиктарыңыз осылай биіктеу болған дұрыс. Енді қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Мінекей, видеода көріп отырғандарыңыздай осындай әдемі қарақатты пирогымыз дайын болды. Пісіріп алғаннан кейін пирогымызды салқын жерге қойып қоямыз. 5-6 сағат тұру керек. Содан кейін ғана барып пайдаланатын боламыз. Өйткені оған дейін ішіндегі салмасы жұмсақ болып тұрады. Ол қату керек болады, сондықтан да қойып қоямыз. Осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Менің рецептім сіздерге пайдалы болып жатса, каналымның дамуына үлес қоса отырыңыздар. Лайк басып пікір жазыңыздар. Алдағы уақытта да көптеген пайдалы видео рецепттермен бөлісемін деген сенімдемін. Менің каналымда болып видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Келесі видеоларымда кездескенше сау болыңыздар.